Брат, мұрным бітеліп отыр. Мұрын дейсің ба? Қазір жалпы ауа райының өзгеруіне байланысты қысым төмен қарай түсіп отыр ғой. Сөйтіп пазухин болса да выявление пайда болады. Қазір саған жақсы мазь берем, мом дейтін. Соны жағасың, либо болмаса ертең бізге кел. Мынақта жақсы препараттар бар, соны полностью емдеп, рентгенге түсіріп, жақсы лечение алып береміз, хорошо? Содан барасында аптекаға берсең, жақсы дәрілер береді. Все, жақсы, ауырма. Контейнер, пацаны. Сосновка там. Ербол, ау. Мұрным бітеліп отыр, не істеп отыр? Қай мұрын тілеп отыр? Оң жақ. Оң жақ бүйтіп жатса 5 минут болды, кетеді ғой. Жоқ, кетпейді ғой, жат. Брат, или деп қысып тұрсаң кетеді, брат, отвечаю, мен өзім сөйтіп емделем, бро. Ой, қойшы. Брат, или болмасында келесі кабинет нормальный лор отыр, соң баршы. Мен ауырып қалғам, ол тақырып кезінде бар ғой. Ата емдеп беретін едім ғой. Сенен ничего не жалко, родной, ты чё? Давайте, пацаны. Жүгірмектер, бергендер, ей! Ал, мама. Не мына табақтай боп, қарындарын қампиып, қашанға жүресіне өстіп, ассыңдар кішкене. 2 апта уақыт берем, сол 2 аптаның ішінде ассыңдар, мына iPhone X'ті берем сендерге. Все, келе. Мам, мен 1 килограмм тастадым. Ал мен, мам, 4 килограмм тастадым. Ал мен 14 килограмм тастадым, мама. Мен сен 2 аптада ма? Осы бала молодецсің, iPhone X сенікі, мә. Рахмет, мама. Мам, болмайды ғой бұнда, мама. Бұл ана бір 2 аптада арықтататын аты еді, ана кофе. Бұлай бәкте деген, мама. Осы кофені ішіп арықтады. Көп сөйлемеңдер, бұланы ол арықтады, болды. Мә емес, әкем, мен де ішіп көрейін. Асёка. Ау. Ашын. Сөйлеш. Қортық. Не? Сори. Не? Тайсын. Не? Асылбек. Азамат. Рауан. Наурыз. Қуандық. Лақабаты бар адамдарды толық есіп атап көргіз. Бір түрлі болып қалады. Үйде отырып шаршадыңыз ба? Күндеріңіз бірдей өтуде ме? Бала қараудан басқа қызық жоқ па? Шешім бар. Алқаш күйеу, ешқашан ішіңіз пыспайды. Алдына! Балам қайда? Сүйім балам қайда? Бетіне сүйім кім қолын қайда? Алқаш күйеу, сізге әрдайым істейтін жұмыс тауып береді. Алқаш күйеу, өміріңді қайталанбас сезімге толтыр. Алқаш күйеу, күндеріңіз бір-біріне ұқсамайды. Түсінбедім мен, не үшін қарап жатсың? Қараған жоқпын, жан. Қалай қараған жоқпын? Көзім соқыр емес шығар? Жан, қараған жоқпын. Қарадың. Жоқ. Қарадың ғой? Қараған жоқпын. Ал төрешімізде келіп жетті, ортадағы спортты тоқтатып, қазір видео повтор көретін боламыз. Төрешіміз қандай шешім қабылдар екен? Алдыңғы жолы сіздер білетіндей, бұл қыз подъезден шығып келе жатып, бір жігітке қарап сары қағаз алған болатын. Төрешіміз енді қандай шешім қабылдар екен? Ай, әттеген ай, қызыл қағаз. Енді қыздар қауымына не дейміз? Көздеріңізбен көп угловой жасай бермеңіздер, әйтпесе бір күні пенальти алып қаласыздар.